Бүгін студиямызда негізгі мамандық журналист. Егер Instagram өлшемімен қарасақ, 140 мың оқырманы бар танымал ханым Мөлдір Анарбаева. Мөлдір ханым, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Аман есен, танымал деп артық айтып жүрген сияқтысыз. Бірақ соншалықты оқырманым бар екені рас. Шақырғандарыңызға рахмет. Бүгін алып ұшып, алғашқы қарда боянып сіздердің студияға жетіп келген жайым бар. Келгеніңізге көп рахмет. Мөлдір ханым, бірден сұрақтарға көшсек, жалпы сіз вайнер емессіз, әнші немесе фотограф та емессіз. Жай ғана осы қарапайым болып жатқан оқиғаларды видеоға түсіру арқылы қалың көпшіліктің ықыласына бөленіп жүрсіз. Жалпы танымалдылыққа дайын болдыңыз ба? Бұның алдында да танымалдылық деп айтқым келмейді енді. Бұның алдында да көпшілікке таныс адам болатынмын. Сондықтан қатты бір сезініп, бір ақырып жатқан жайым жоқ. Тек сезінемін, тек қана неге болғанда. Астана, Алматы сияқты қалаларда болам ғой. Сол қалаларда сезінемін. Ал біздің қаламызда онша сезіне бермеймін. Өйткені мен баратын жерлерім, маршруттарым бір ғана. Мектепке барамын, базарға барамын, үйге барамын дегендей. Сондықтан онша сезіне бермеймін. Қарап отырсақ, сіз видеоларыңызды көрсек, тамақ істеп жүріп те, ала қарап отырып та видео түсіре береді екенсіз. Бұл сізге қиындық тудырмай ма? Бір ой келген кезде ақ видео түсіріп тастайсыз ба? Жоқ әлде бір арнайы бір сценарий бар ма сіздерде? Сценарий жоқ. Және ойға, тоқуға, енді мамандығым журналист. Журналистикада жанрлар бар. Сатиралық жанр менде күле отырып, артында ой тастау, күлдіре отырып жылату деген сияқты. Мен сол жанр бойынша, өзімнің оқыған мамандығым бойынша әзіл қалжыңның астарын қалдырғым келеді, ой саларлықтай етіп тастап кеткім келеді. Жаңағы арзан қалжыңдар бар да, ертеңі жоқ, өшетті қалатын. Бір қалжыңдар бар да, ол ойландырады, елдің есінде қалады. Мен сол бағытта жұмыс істегім келеді, сол бағытты ұстанамын. Ол әңгімелер өмірден алынып жатыр ғой, шындап дегенде. Сіздің өміріңіз, менің өмірім, дәл қазіргі заман, дәл қазіргі қоғам, дәл қазіргі ғасыр, дәл қазіргі мен сияқты үйінде отырған қарапайым келіншек, өте қарапайымын. Бір шалқыған, балқыған, күн кешіп жатқан жоқпыз. Сондықтан да әңгімем өтімді болады. Өйткені жан-жағымдағы қоршаған адамдарымыздың барлық қарапайым, әйтеуір айлықтан айлыққа күнелтіп жүрген, бір кішкентай қуаныш болса қуанатын, барлық проблема баршамызға ортақ. Сондықтан да өздерінің жаңағы нанын өздеріне турап беріп отырған күйдемін. Рахмет. Енді видео түсіремін деп жатсыз. Дәл қазір осы жерде бір видео түсіріп, оны әлеуметтік желіге, яғни Instagram парақшаңызға жариялап, соңында қанша қаралым жиналған және де қандай комментарий жазылған бірге көрсек. Қалай қарайсыз? Бұл бірінші сынақ менде өмірімде болып тұрған. Сондықтан көрейік. Эксклюзив болсын. Эксклюзив болсын. Қазір көрейік. Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін Тараз қаласында 77 деген телеканалдың кешкі позитив деген хабарына келіп отырмын. Мен сынақ мерзіміндемін. Дәл қазір 15 минуттың ішінде сізге қанша лайк басылып, қанша комментарий жазылады екен. Көрейік көзімізбен дейді. Сондықтан бүгін маған пікір білдіріңіздер демекпін. Негізі мен пікір сұрағанды онша қаламаймын. Пікір сұрап, соңында лайк басып кеттіңізші, жүрек қойып кеттіңізші дейді. Сондайды онша қаламаймын, бірақ бүгін сіздерге менің күнім қарап тұрған сияқты. Күтен, дәл мен бүгін студияда қанша лайк жинап, қанша комментарий жинайды екенмін. Ол сіздерге байланысты. 10 минуттың ішінде. Кеттік. Ендеше Мөлдір ханымды қолдайық. Так, енді мен бұны салып жіберейін, сіздердің көздеріңізше. Енді Instagram әлеуметтік желісіне жүктесеңіз. Сұхбатымыздың соңында статистиканы көретін боламын. Мөлдір ханым, сізге рахмет. Біздің өтінішімізді орындап, жерге қалдырмағаныңызға. Жалпы Мөлдір ханым, енді сұхбатымызға ары жалғастырсақ, қарап отырсақ, кеше біздің өзіміздің редакторымыз сізге қоңырау шалыпты. Сол кезде сіздің даусыңыз сондай қарапайым, жақсы және нәзік естіледі дейді. Ал видеода айғайлайды тұрады дейді ма? Жалпы видеодағы рөліңіз бен өмірдегі бейнеңіздің айырмашылығы бар ма? Нендей бір айырмашылығы бар деп айта алмаймын. Бірақ енді кешке дейін байқап отырсаңыз айғайлап бақыра бермейсің ғой. Бірақ видеода сол рөл өзіме ұнайды. Үйде отырған, бала шағасымен алысып отырған, әр нәрсеге көңіл тола бермейтін, кейде көңілді, кейде көңілсіз келіншектің рөлі ұнайды. Негізі ондай емеспін ол. Бірақ
70%-ім сондаймын жалпы үйде сондай болып жүремін мен, айқайлап көңілді. Бұл образ ба әлде жалпы шын өмірде сондайсыз ба негізі? 70% сондаймын. 70% сондайсыз жалпы. Ал негізінде сіздің видеоларыңыздың, яғни әзілдеріңіздің көбісі Тұрсынбек Қабатовтың әзілдерімен ұқсас болып келеді. Ол да сізде сол секілді өмірде болып жатқан құбылыстарды сатирамен шымшып айтасыз. Жалпы видео түсірген кезде тақырып іздейсіз бе? Тақырып өзінен өзі ойыма оралады. Біреу маған тақырып. Дәл соңғы кездері маған өзімнің оқырмандарым тақырып айтатын шығар. Ол да бір көмек болып жүр. Мына тақырыпты қозғаңызшы дейтіндер көп. Кейде сарқылатын да кезіміз болады, кейде жалығатын да кезім болады. 2-3 күн ештеңеге қарағым келмейтін де кезім болады. Өйткені пост салғаннан кейін бәленбай комментарий жазылады, оның барлығын негативті пікірлер, жағымды пікірлер, иә, барлығы болады. Оның барлығын көтеруде кішкене қиындық туғызады. Сондықтан кейде сарқылып, кейде көңіл күйме байланысты шынын айтқанда. Мен видео түсіргенде 1 минуттың ішінде бәрін сыйғызуға тырысам, және бірақ дубль жасаймын. Өзіңіз де байқаған боларсыз. 2 дубль, 3 дубль жасауға ұнатпаймын. Тек қана шынайылық. Иә, шын. Қалай бар, солай. Кейде мына жеріме бірдеңе тамып қалған болып, кейде артында бір дұрыс емес заттар тұрған болса да, елдер соны сөз қылады да, ол шынайы өмірде кешке дейін тап-тұйнақтағы үсті басын қағып сілкіп отырған адамдар болмайды ғой үйінде. Сондықтан қалдырамын. Бірақ қателестім-ау деп екінші түсірсем, бірінші видеом мен екінші видеомда айырмашылық болады да. Бірінші видеомдағы эмоция басқаша болады. Ең бірінші бет кәдімгідей шындап төгілесің да. Екіншісінде енді кішкене жасандылау болып қалады. Сондықтан бірінші видеом салам. Ал бүгінде сізден халық қандай видеоларды күтеді? Қандай тақырыптарды қозғағанын қалайды? Сол әйелдің тақырыбы ғой. Әйел тақырыбы, жалпы тұрмыстағы әйел тіршілігі, видео тұрған әйелдің мұңы дегендей. Ал оқырмандарыңыздың басым бөлігі әйел кісілер. Иә, статистикасы бар, мұнда да көрсетіліп тұрады. Көп бөлігі 70% әйел, 30% ер азаматтар екен. Ер азаматтардың статистикасы күннен күнге көбейіп келе жатыр. Және көбінесе әйелдердің жасы 30-40 жас аралығындағылардың саны өте көп. Өзіңіздің жасыңыз. Иә, өзімнің жастардың саны өте көп. Өйткені бәріміз балалар өсіп жатыр. Сіздің басыңыздан өтіп жатқан нәрсенің бәрі ол кісілердің олардың да басынан өтіп жатыр. Сондықтан өтімді болады оларға әңгіменің барлығы. 1 минутқа сыйғызуға тырысам барлық мәселені. Өйткені көп адамдардың қазіргі таңда уақыты жоқ. Ұзақ отырып видео көретін, телеарнада көретін уақыттарын таппай жататын адамдар көп. Мен негізі жазғанды ұнатамын. Алдында жазатынмын, жазғанымда оқитын бір өзіндік аудиториям бар, бірақ кеңімейді аудиторияның аумағы, өйткені адамдар оқуға ерінеді. Содан кейін видео түсіре бастадым, оның ауқымы кеңінен тарай бастады да, жан-жаққа тарай бастайды дегендей. Содан бастап видео түсіруді әдетке айландырдым. Видео түсіріп жүргеніңізге жалпы қанша жыл болды? Жыл болған жоқ. Осы статистика 143 мың құралғанына 6 ай болған жоқ. 6 айдың ішінде 143 мың. Жалпы күніне есептесек қанша болып тұр сонда? 44 мың бірдеңке подписчиктен жиналып отыр ғой сонда сізге. Өте тамаша көрсеткіш бұл қарап отырсақ. Иә, сондай-ақ мен ешкімге маған подписка жасап беріңізші, гифт дейді ғой, ұйымдастыру, ондай ештеңеге қатысып көрген емеспін. Жалпы шынайы оқырмандар барлығы. Иә, бәрі шынайы оқырман. Ешкімге мені сал, мені реклама жасашы, мені бір етер жіберші деп жатады ғой. Менде ондай болған емес. Өздерінен өздері жиналып жатқан адамдар. Сондықтан тіпті қатты бір ауқымды болып жүріп кеткен кезде блокқа да түсіп қалған кездерім көп болды. Блокқа түсіп қалады ондай кезде. Ал жалпы видеоларыңыз негативті пікірлерден? Негативті пікір дәл өзімнің видео салғанымда өзімнің парақшама болмайды. Өйткені мен түсінетін адамдар, мені қалайтын, мені ұнататын адамдар жиналғанда. Тек солар ғана пікір қалдырады. Пікір қалдырады. Жоқ, жалпы елдің бәрі қалдыра алады ғой, бірақ менің парақшамда негативті пікір жазатындар жоқ. Мені білетіндер олар. Мен қандай екен, мен айқайлап сөйлейтінімді, күле салатынды. Ал басқа бір парақшаларға шығып кетеді ғой, мені танымайтындар негативті жазады. Науним деген ақырған қатын, нағып бақылдап отыр деген сияқты нәрселер жазады. Ал жалпы ол пікірлерге қалай қарайсыз? Оқымауға тырысамын. Басқа парақшаға түскендерді оқымаймын. Көңіл күйіңізді түсіреді ғой? Әрине түсіреді. Жаман сөздер жазатында неше түрлі адамдар болады ғой. Бірақ мен қоғамға зиян тигізіп жатырмын деп айтпаймын. Ондай пікірлерді дұрыс қабылдамаймын сол үшін. Мен жалаңаштанып жатқан жоқпын. Мен әйелге ертеңмен ажырас деп жатқан жоқпын. Мен балаңды бақпа деп жатқан жоқпын. Мен астарында жаңағы әзілмен келтіріп, баланы бағу керек, баланы жақсы тәрбиелеу керек, отағасын сыйлау керек деген сияқты дүниемен шектелемін. Жалпы күніне қанша видео жүктейсіз? Негізі
осы видеомен табыс тауып, кәдімгідей осымен кірісіп кеткен адамдар болады да, олардың видео салатын уақыттары болады өзінің күнделікті. Соған арнайды ғой. Соған уақытын арнайды. Мен әлі күнге дейін осыны жұмыс ретінде қарай алмай жүрмін. Негізі бір сағат 6-7 деген мысалы елде жұмыстан босаған кезде салса, ол жердің ақыбаты мықты болады деген сияқты мәліметтер бар. Мен де сол кешкі уақыттарда тамақ істеп отырған кезінде салуға тырысам, бірақ күнде деп айта алмаймын. Шабытым келген кезде бір күнде 3-4 бұрқ өткізем. Шабытым келмеген күн мүлдем жоқ болып кететін жайым бар. Бірақ енді бұны жұмыс қылып қарайтын болса, бұдан келетін табыс та бар. Табыс көзі ретінде айналдыруға болады. Енді подписчигің көп болса, Инстаграм саған ақша төлейді екен деген далбас әңгіме. Инстаграм қайбір адамның подписчигі көп екен деп ақша төлейді. Ол өте дұрыс емес нәрсе, пікір. Инстаграмнан адамның саны көп болғанымен реклама арқылы ғана ақша табуға болады. Жалпы реклама жасамайсыз? Реклама жасаймын. Жасайсыз. Иә, енді мен де үйде отырмын, қазір бала шағаммен маған артық етпейді ешқандай ақша. Сондықтан, бірақ рекламаның да рекламасы бар. Сетевойдан қашуға тырысам, жауыр болған нәрсе. Дәрі-дәрмектен қашамын. Мысалы, ақшаңды төлейміз, ақша саласың, 2 есе қылып аласың деген сияқты бірдеңелер бар ғой. Ондайлардан қашамын. Реклама жағым дүкендерге, парақшаны дөңгелетуге арналған курстарға, мұғалімдердің жаңа курстарына, торт деген сияқты сондай зиянсыз дүниелерге реклама жасауға тырысамын. Жасаймын. Жалпы бірақ көп рекламаны халық қаламайды. Рекламадан өлдім ба, не болды, сен де бастамашы айналайын деген сияқты нәрсені жазады. Мөлдір ханым, жалпы айтып өттіңіз, бала тәрбиесі, басқа да қоғамдық өзекті мәселелерді қозғаймын деп. Үйіңізде бала тәрбиесімен қалай айналысасыз? Балаларыңызға тәрбиені қалай бересіз? Осындай қатты боласы ба жоқ? Осы сұрақты мен ойымша баласына нәтиже шыққан ана жауап берсе деп ойлаймын да. Мысалы, Бейбіт Ыстыбаевтың анасы, Елдос Сметовтың анасы, Ернар Айдардың анасы дегенде біздің өңірдің жұлдыздарының. Балада нәтижесі бар да енді. Баласы жұлдыз болды, баласы спортсмен болды деген сияқты. Енді менің балаларым бір сондай бір жетістікке әлі әзір жетпегендіктен мен бір қатырып жатырмын деп айта алмаймын. Бірақ өз саласында енді балам спортқа барады, жеңістерге жетіп жүр. Қызым сурет салады дегенде ешкімнің дұрыс тәрбиелеуге тырысамыз, біреуге артық сөйлемейді. Қазақи мектепте қазақ тілінде оқиды, бірақ қалада тұрса да бір ауыз орысша білмейді. Қалада тұрған баланың бәрі орысша тіл шығарды дегенмен келіспеймін. Жанын шығарып тәрбиелейміз, қысатын жерде қысып, жіберетін жерде жібереміз, қазақша тәрбиелейміз. Баланы өбектеген ол дұрыс емес. Балаңды аясаң, аяма дейді. Енесі тепкен құлынның еті ауырмайды. Иә. Балаңды аясаң, аяма. Аямау керек. Баланы аяп, ойбөте, балаға ауыр сөз айтса, моня деген әңгіменің бәрі далбаса нәрсе. Балаң бізді, мысалы, менің шешем бір қоян шық, тәңелелет неше түрлі сөз айтатын ше. Енді мына эфир болған ұят шығар енді, бірақ содан ешкім жаман болған. Ағам айтатын, сен адам болмайсың дейтін. Мен ағам адам болмақ түгіл қазір адамдарға жұмыс беретін мықты бизнесмен болып кетті. Оның бәрі далбас, балаға мынандай сөйл, қазіргі психологияға мен қарсымын. Өзіңнен өзіңді сыйла, өзіңді бүйт, өзің мынандай далбаса дүние. Қандай бар өмір? Жылайтын күні жыла, күлетін күні күл, ұрысып қалатын күні ұрыс. Адам басқа малдан айырмашылығы сол ғой, өзінің түр әлпетімен, мінез құлқымен. Әрине. Эмоциямен кешірім сұрайтын кезде кешірім сұра, ренжісіп қалсаң ренжіс. Солай өмір сүрген дұрыс. Біз бар ғой, барған сайын искусственный, табиғимыз жасанды болып баратырмыз да. Бәріміздің бояуымыз, бір сенікі, менікі, бәріміз ұқсаспыз. Бәріміз әдемі және жақсы адам болуға тырысып жүр. Жарайды, жақсы адам болған жоқ. Бәріміз мен бақыттымын, мен бүйтем, мен күйеуім миллионер, бірдеңе. Психолог далбаса мен мүлдем келіспеймін. Балаңды ұрып, соғып, және шығарып дұрыс тәрбиелеу керек. Дұрыс айтасыз. Мөлдір ханым, жалпы жаңа видеоңызды тек шынайылықпен бір ғана ретпен түсірем дедіңіз. Осы орайда сіздің видеоларыңыздың артынан балаларыңыздың немесе күйеуіңіздің видеода жүргенін көріп қаламыз. Жұмыс істеп жүр немесе басқа да тірліктерін істеп жүр. Ол кісілер бұл видеоға қалай қарайды? Сізге қарсы емес пе жалпы? Мен айтамын, мен видео түсіріп жатқан табиғи болған қалаймын. Сен шуылдама аяққа кет демеймін. Жылап келе ме, балам жылап келсін. Ар жағына біреу су ішеміз, істей беріңдер, тірліктерің бәрін істей беріңдер. Олар соған үйренген. Біз енді осынысымен халыққа өтімді дейсіз ғой? Иә, өтімді болады. Табиғи нәрсе өтімді болады. Дұрыс қарайды. Руслан, енді менің де жолдасым КТК-ның тілшісі, Жамбыл облысындағы, оны да танитын боларсыздар. Қарсы емес.
Жалпы сіздің Қолдайды. бұл жұмысыңызды қолдайды. Қолдайды, иә, қолдайды. Өйткені бұл мен бүгін келген мамандық емес қой. Бұл менің камерада сөйлеу, камерада жұмыс істеу, ол менің бұрыннан келе жатқан мамандығым. 15 жыл болды. Мен Қазақ ұлттық университетін бітірген, телерадио кафедрасын бітірген адамын. Жаңағы дұрыс сөйлеу, әріптің дұрыс шығуы, ана камерамен, на камерамен жұмыс істеу деген сияқты сценарий жазу, ойдан құрау, оның бәрі менің өмірімде болып жатқан нәрсе. Олар сондықтан таңсық болып, мынау не істеп жатыр деп қарамайды. Менің атам да бар, енем де бар. Бәрі дұрыс қарайды. Барлығы сіздің өнеріңізді қолдайды. Иә, қолдап қарайды. Рахмет. Енді Мөлдір ханым, бізге келген қонақтар осында осы эфирден алған әсерін мына бір күнделікке жазып қалдырады. Сіз де өзіңіздің қолтаңбаңызды осы күнделікке жазып қалдырсаңыз. Уақыт қойдым ма уже сонда? Қазір мына статистиканы көреміз ба? Не Ол болған? статистиканы осы жазып кейін қарай жатармыз. Сіз бірінші Осы жерге өзіңіздің ізгі тілек ниетіңізді және қолтаңбаңызды қалдырып кетсеңіз. Рахмет. Құрметті 77-ші. Рахмет. Рахмет Сізге Мөлдір тілегіңізге. Міне енді біз студиямызға келген қонақпен міндетті түрде селфи атамыз. Суретке түсеміз, сізбен суретке түспесек. Міне. Түсейік. Суретке түсуге үйреніп алдым мен. Тамаша. Рахмет. Енді жаңағы жүктеген видеоңыздың статистикасын қарастық. Қандай комментарийлер жазылған екен? Оқып кетсеңіз. Қазір көрейік. О, 1411 комментарий жазылған екен. 5610 просмотр болған екен. Статистика мінекейін 33 адам сақтаған, 3 адам бір-біріне жіберген. Комментарий жазғанда мен соткам осылай не істеп кетеді. Және 1433 адам, 1413 адам комментарий жіберген. Тамаша. Рахмет. Мөлдір әпке, біздің студиямызға келіп, осылай сұхбат беріп, бөліскеніңізге, ойыңызды айтқаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы күнде осындай жазар айтарыңыз таусылмасын, халықтың осындай халықпен бірге болып, бірге ғұмыр кешкенге не жетсін. Сізге болашақта сәттілік тілейміз. Күн сайын оқырмандарыңыз саны артып, сізге жылы лебіздерін жаудыра берсін дегіміз келеді. Құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз әсем әуеннен кейін жалғасатын болады. Эфирден алыстамаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Үлкен рахмет студияға келіп, маған осындай әсер сыйлап, үйдегі балаларды тастап, боянып сылануға және киінуге мүмкіндік берген сіздерге үлкен алғысымды білдіремін.